Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздермен өте дәмді әрі оңай жасалатын балды торттың рецептісімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қарап, каналға тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен осындай кез келген кастрюляның ішіне аздап су құйып, үстіне ыдысты қойып, ыдысқа сары май, қант, балды қосып, су моншасында орташа отта ертіп аламыз. Одан соң 3 жұмыртқаға сода қосып, миксермен 2-3 минуттай араластырып аламыз. Су моншасында еріген қоспамызды аздап суытып, оның үстіне жұмыртқаны салып, жақсылап араластырамыз. Содан соң ұнды міндетті түрде електен өткізіп алып қосамыз. Шамамен 2,5 стакандай ұн қостым. Енді столға бөлек тағы 1-1,5 стакандай ұнды сеуіп, қамырды илейтін боламыз. Жұмсақ, қолға жабыспайтындай болып шығуы қажет. Қамырды 9-10 бөлікке бөліп аламыз. Одан соң әр бөлікті пергамент қағазының үстіне жайып, дөңгелек кез келген форманы үстіне осылай басып дайындап аламыз. Мендегі дөңгелектің диаметрі 22 см. Осылай пышақпен дөңгелек сызықтың үстінен өтіп шықсаңыздар да болады. 200 градус қызып тұрған пеште әр коржды 2 минуттай пісіріп аламыз. Біздің корждарымыз дайын, артық бөліктерін блендердің көмегімен үгітіп аламыз. Енді кремін дайындаймыз. 20% сметанаға 2-3 қасық қант ұнтағын қосып, жақсылап араластырамыз. Үстіне 1 ас қасық лимон шырынын қосып, тағы да араластырамыз. Біздің креміміз дайын, енді тортты жинау ғана қалды. Әр коржға 1,5-2 қасықтай кремді салып, жағып шығамыз. Соңында майдалап үгіткен крошкалармен бетін әсемдеп шығамыз. Тоңазытқышқа кемінде 4-5 сағатқа қалдырамыз, сонда кремі корждарға сіңіп, жұмсақ, дәмді болып шығады. Мінекей біздің тортымыз дайын, өте оңай жасалады, дәмі керемет болып шықты. Міндетті түрде сіздер де дайындап көріңіздер. Рецепт ұнаған болса лайк басып, каналға тіркеліп, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.